аға халал ақша табамын, жақсы, бірақ берекесіз сияқты үнемі жетпей жүр, неден болуы мүмкін дейді. Ақша жете берсе, онда адам жұмыс істемей қалады. Шерхан атаң марқұм айтпақшы, бір кем дүние бұл алтыным. Бұл кем бір кем дүние. Дүние жетпейді ешқашан. Алтыным солай. Сондықтан Құдай берекесі емес, ол Құдай ақшаң берекелді. Құдайға берекесіз деген нәрсе Құдай берекесізге жолықтырмасын. Берекелі нәрсе. Ақшаның береке кіруінің жақсы бір кішкентай бір екі жолын айтып қояйын. Бірінші жолы ата-ананың батасын ал. Соларға беріп тұр сол ақшадан. Аз. Мысалы, қаншаға шамаң жетеді, содан беріп тұр. Содан кейін әйеліңнен тықпай бер. Әйел берсең, күйеуіңнен тықпай бер. Ата-анаңа беріп тұр. Содан кейін өз ата-анаң емес, қайын ата-анаңа да беріп тұр. Біз ана өз әке-шешемізді береміз, енемізді жек көретіндер бар ғой. Менің өліп қалсын деп жүргендер. Енеңе де бер. Өз әке-шешеңе де бер, ата-ана әйеліңнің әке-шешесіне де берсең, сонда жақсы болады. Одан кейін өтірік айтпа. Осы екі нәрсені қоссаң, ақшаңа береке келеді. Өз ақша жетпейді дейсің, ақша ешкімге жетпейді. Бір әйелге айтыпты ғой. Бір жағдай жоқ, бір әйелге ғой сен сияқты айтады дейді, жетпей жатыр деп. Соны айтты, саған біз $1 миллион берсек, не істейсің деп. Айтты, ойланайын. $1 миллион деген оңай ақша емес, ойланайын деп. Соны ойлан деп, кетіпті, бір айын алып келіп, не болды десе, калькулятор беріңдер деп. Есептей алмайтын деп. Калькуляторға салып, 400 курспен салып есептеп, соны тағы келіпті. Не болды десе, бір $500 мың қосасыңдар ма депті ғой. Жетпей жатыр. Сол жақта адамға жетпейді ақша жағын.